Шымкентте ксро спорт шебері Нұржан Тосмамбетовті еске алуға арналған Қазақстан кубогы өтіп жатыр. Биыл алғаш рет ішкі мегаполисте ұйымдастырылған жарысқа еліміздің барлық өңірінен келген жас былғары қолғап шеберлері қатысуда. Жарыстың мақсаты жас боксшыларды қолдау, мүмкіншіліктер беру және бокс спорт түрін насихаттау болып келеді. Оңтүстік өңірімізде боксты өте сүйет халық. Қазіргі уақытта 4 мыңнан аса боксшы тіркелген бокс клубтарында. Жалпы жарыстардың Қазақстанның жарыстарында, халықаралық жарыстарда әр жарыста жүлдемен оралады біздің боксшыларымыз. Қазақ боксының тарихында Нұржан Тосмамбетовтің есімі айрықша. Спорт шебері жетістіктерімен ғана емес, ұлттық бокстың дамуына қосқан үлесімен де есте қалды. Сондықтан бұл турнир жас боксшылар үшін үлкен мектеп әрі тәжірибе алаңы. Осы жарысқа 350-ге жуық жасөспірімдер арасында өздерінің бақтарын сынағалы отыр. 15 салмақ дәрежесінде осы жерде медальдар таратылады. Төрешінің айтқанындай жас боксшылар жекпе-жекке жақсы дайындықпен келген. Солардың бірі Кенесары Қабдешов. Оның мақсаты халықаралық жарыстарға қатысып, Қазақстанның көк туын желбірету. Дайындалдым 2 ай, сборды өттім. Ұлан ағайыма рахмет айтам, мен тренерім болған үшін. Бүгінде турнирдің іріктеу кезеңі өтіп жатыр. Жарыс 27 маусымда аяқталады. Мықтылардан анықтау кезеңінде федерация тарапынан қолдау көрсетілетін жастардың есімі белгілі болмақ. Шымкент қалалық бокс федерациясы 20 талантты боксшыға ай сайын сыйақы береді. Бұл қолдау олардың шеберлігін шыңдап, республикалық халықаралық додаларға дайындалуға мүмкіндік береді. Саят Айдосы, Илдар Жүнісқанов, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар қызметі.